Сабақ тақырыбы өсімдіктердегі тыныс алу. Өсімдіктер жануар секілді тыныс алады. Жануар секілді белсенді қозғалыс жасамағандықтан аз энергия жұмсайды. Нәтижесінде өсімдіктер оттексіз ұзағырақ тіршілік етуге қабілетті. Топырақтағы тамыр жасушаларына да оттегі керек. Сондықтан топырақты қопсытып отыру керек. Көптеген өсімдіктің тамырында оттекті қорға жинайтын ұлпа түзіледі. Мысалы, батпақты жерде өсетін өсімдіктерде ауа тамырлары түзіледі. Олар топырақтың беткі жағына көтеріледі, тыныс алуға қатысады. Өйткені батпақты топырақта ауа оттегі аз болады. Тұқымның өнуі кезінде тұқым жасушалары сол түрге жататын ересек өсімдіктің кез келген басқа бөліктеріне қарағанда оттегіні көбірек қолданады. Оны келесі тәжірибемен сипаттайтын болсақ, 3 ыдыстың біріне өскін, тамыр жеміс, өнген тұқымды салу арқылы біршама уақыттан кейін жанып тұрған шамды орналастырамыз. Нәтижесінде өнген тұқымдағы шам бірінші болып сөнеді. Яғни өсімдіктің басқа бөліктеріне қарағанда өнген тұқым оттегіні көбірек қолданады. Тыныс алу үдерісінің нәтижесінде қозғалмайтын өсімдік жасушаларының температурасы артады. Нәтижесінде тұқым өсіп өнуін байқауға болады. Яғни көктемде дәнге су тисе, ол өне бастайды. Үйілген дәнге қолыңды салса, жылынғанын, яғни температура артқанын байқауға болады. Егіншілер тұқымның мұндай күйін тұқым жанып жатыр дейді. Мұндай кезде тұқымды тез арада себу керек, әйтпесе өскін зақымдануы мүмкін. Өнген тұқымның көмір қышқыл газын бөлетіне жасалған тәжірибені сипаттайтын болсақ, ыдысқа өнген тұқым қасына әк суын орналастырамыз, біршама уақыттан кейін әк суы лайланады. Яғни көмір қышқыл газы әк суымен әрекеттескенде әк суы лайланады екен. Яғни көмір қышқыл газы бөлініп жатқандығын дәлелдейміз. Екінші тәжірибе кезінде өнген және құрғақ тұқымның оттегі қажеттілігін сипаттайтын тәжірибе жасау барысында әр ыдысқа орналасқан жанған шам кезінде өнген тұқымдағы шам бірінші болып өшеді. Құрғақ тұқымға қарағанда өнген тұқым оттегіні көбірек қолданады. Тұқымға ылғал өсу үшін қажет. Мұндай жағдайда өскін жасушалары тыныштық күйден шығуға қабілетті. Мысалы, 2 ыдыстың біріне өнген тұқымның қасына сулы мақта немесе майлық салу арқылы ауа баратындай етіп орналастыру керек. Ал екінші ыдысқа су құйып, ауа бармайтындай етіп орналастырсақ, 4-5 күннен кейін бірінші ыдыстағы тұқым өскіндері өсіп жатқаны байқалады. Ал екінші ыдыстағы тұқым ауа болмағандықтан тіршілігін жояды. Енді балалар, оқу тапсырмасы. Бірінші тапсырма кесте, яғни дұрыс немесе қате пікірлерді анықтау. Тапсырма жауабын бірге тексерейік. Өсімдіктер тек түнде тыныс алады. Қате пікір. Өсімдіктер күндіз және түнде де тыныс алады. Тыныс алу кезінде энергия бөлінеді. Дұрыс. Тыныс алу тек жапырақта жүреді. Бұл қате пікір. Тыныс алу барлық тірі жасушаларда жүреді. Тыныс алу барлық тірі жасушаларда жүреді. Бұл дұрыс. Келесі оқу тапсырмасы тест түрінде берілген. Тапсырма жауаптарын анықтаңыздар. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы. Келесі кездескенше.